Қазақмыс корпорациясының политехникалық колледжі механикалық пәндер оқытушысы Митжанов Арман Казахович. Балаларға көп үйретем деп, асығып шала-шарпы үйретуден гөрі, аз болса да анықтап нық үйрету абзал. Ахмет Байтұрсынұлы. Заманауи білім беру технологияларын білу және қолдану. Мақсаты жинақталған тәжірибені жүйелеу, педагог қызметінің нәтижелерін ұсыну, ақпараттық мәдениет деңгейін арттыру. Берілген пәндерімді оқыту барысында мен қазіргі таңда қашықтықтан оқыту аясында Learnis білім беру платформасын қолданамын. Learnis білім беру платформасы бұл ойын әдістеріне негізделген тиімді оқытуға арналған электронды құралдар жиынтығы. Мұнда веб-квесттер, викториналар және интеллектуалды онлайн ойындарды жасап, өзімнің беретін пәндеріме әдістемелік құрал ретінде тағайындалады. Енді осы ойынды қалай құрдым көрсете кетейін. Learnis платформасы. Әлбетте, бұл платформаға сіз тіркелесіз. Тіркелген кезде, тіркелген кезде сізде жеке кабинет пайда болады. Жеке кабинеттің ішінде сіздерге ойын ресурстары берілген. Ойын ресурстарының ішінде мынандай ойындар сізге ұсынылады. Оқу квест бөлмелері, викториналар, терминдермен ойын және интерактивті бейнелер. Менің таңдауым бұл оқу квест бөлмелері. Мен 3 оқу квест бөлмесін құрдым, яғни ойын бөлмелері. Осылардың ішіне сабаққа қатысты тапсырмалар, сұрақтар жүктелген. Мысалы, мамандыққа кіріспе сабағы осы платформаның ойындарын, квест бөлмелерін жасап, сабақ үстінде рефлексия, үй тапсырмасы ретінде ұсынамын. Редакторлеу мәзірін басайық. Біз тапсырмаларды жүктеу келеміз. Яғни біздің сабақ атауы мамандыққа кіріспе қойып. И тапсырмаларды жүктеу. Тапсырмаларды жүктеу кезінде мен 3 графикалық суретті дайындап қойдым. Бұны ұяшықтарға жүктедім. 3 сурет, 3 ұяшықтарға. 4-шісі бұл жеңдіңіз немесе таптыңыз деген сурет. Яғни студенттер немесе оқушылар осы ойынды шешкен кезде алдына шыға келеді. Және 4-шісінде мен осы 3 суретке қарап отырып, интуитивті деңгейде, логикалық деңгейде бұның құрал сайман екенін түсініп, мен сол бөлмеден шығатын код ретінде саймандар деген сөзді жазып қойдым. Яғни ойын біткеннен кейін есікке келген кезде бұл саймандар деген сөз оның коды болады. Әрі қарай рұқсат алу мәзірінде біз ойын нөмірін көреміз және квест ойын бөлмесі көрсетілген. Бұл осының бәрін квест бөлмесіндегі ойындарды шешіп, құпия сөзді тауып, яғни кілтті, бұрауышты, құрал саймандар екенін түсініп, ойыншылар квест бөлмесінен шығу керек. Әлбетте, логикалық ойлау қабілетін қосу барысында. Мен бұл ойынды қалай ойнауын көрсете кетейін. Яғни квест бөлмесі берілген, бұл бөлменің ішінде жабдықтармен безендірілген. Қоқыс жәшігі, есік, шығу керек бұл есіктен. Бөлмемізде 2 гүліміз бар, біреуі кактус, тереземіз бар, сағатымыз бар, сағаттарда қанша уақыттар көрсетілген, және құтымыз бар, құтымыздың ішінде су және шкаф көрсетілген. Және менің заттарым. Басып қалам, жерге заттар келу керек, сонда менің затым құты болуы мүмкін. Басып қалдым, менің құтым келді. Енді осылай тінтуірмен басып отырып, бізде суреттеріміз табуымыз керекпіз. Бірақ бұл оңай табыла қоймайды. Міне, суретке басып қалдық. Почва сухая, растение нуждается во влаге дейді.
мүмкін құтыдағы су келер болған. Қоя тұрамыз. Басып қаламыз, замок код керек деп, бұл бағанағы кодты сұрап тұр. Яғни оны шешуіміз керек. Ол суретті тапқаннан кейін бірақ шешіледі. Бұлай кетті, қосық жәшігін басып қалдық. Бұдан мына қоқыс түсіп қалды. Мүмкін осы ма деп басып қалдым. Міне, менің бірінші суретім шыға келді. Мен бірінші сурет таптым, ол балға. Екінші басып қалдым, дверца закрыта дейді. Видимо, ключ нужен. Бұл кілтті біз табуымыз керек. Біз мен әрі жақта кілттің қайда екенін білмеймін. Әрі қарай, міне сейфті басып қалдық. Сейфіміз тұр, бірақ ашылмайды. Код сейфа керек дейді. Мен білмеймін кодтың сейфін. Мұнда сағаттың уақыты бір... Похоже, часы были остановлены дейді. Бұл сағаттың сандарын мен ойлаймын, осы сейфке келе ма деп. Басып қалайын. Осы сағатта 10:02 деп тұрды. Қателеспесем, басып қалдым. Қойдым. Келеді екен, біздің сейфіміз ашылды. Ол сейфтен бағанағы шкаф сұраған кілт. Дверца закрыта, видимо, нужен ключ. Осы кілт келеді ау деймін. Кілтті көрейік. Біздің шкафымыз ашылды. Ішіне міне екінші суретіміз шықты. Біз таптық. Бұл кілттер. Енді үшінші сурет қайда? Бағана мұнан басқан кезде почва сухая, растение нуждается в влаге. Менің құтым бар, құтымның ішінде су болатын. Көрейін құйып. Құйылмай тұр. Екінші рет көрейін. Құйылды. Құйылса, мына қабырғадан бізде бір сөз шықты. Басып қалайық. Бассақ біздің үшінші суретіміз. Проушта. Яғни мен үш суретті таптым. Біреу, екеу, үшеу. Осы суреттерге қарап отырып, интуитивті деңгейде және логикалық тұрғыда бұл суреттер құрал сайман екенін түсінемін. Сондықтан мен есіктің кодын түсіне отырып, саймандар деп жазам. Мен жаздым, мен жеңіп шықтым. Мен есіктен шықтым, бұл квест бөлмесінен шықтым. Бұл ойынды көрсеттім, ойнап шықтық, жеңдік. Әрі қарай осы ойынды педагог студенттерге, оқушыларға қалай жеткізеді? Яғни, Learning платформасы арқылы құрастырған ойынымызды рұқсат алу мәзірінде автоматты сілтемесі қойылған және ол сақталған. Мына ойын сақталған. Бұл ойынның сілтемесін студенттерге гаджеттеріне ұсынамын. Бұл платформаның ойындарын онлайн немесе офлайн түрде ойнауға болады. Қазіргі таңда қашықтықтан оқыту барысында Learning платформасы арқылы ойын әдістері сабақтың тиімділігін арттырады және оқу үрдісін студенттерге қызықты өткізеді. Назар аударғандарыңызға рахмет.